Төс тартудың төркіні неде? Бүгінде әрбір қонақжай шаңырақ күйеу балаға арнап төс сақтайды. Бірақ оны не үшін күйеуге жегізетін көпшілігіміз біле бермейміз. Жақында туыс қайын сіңілімді ұзаттық. Сонда күйеу балаға төс тарту кәдесі маған бұйырды. Бұл кәденің астарында не жатқанын білмесем де мәз болдым. Тіпті қайын сіңіліме күйеу балаға айт, қалтасын қомпайтып кесін, ертең төсті мен тартам деппін. Ал қайын сіңілім төс деген не, оны не үшін береді деп сұрады. Шынымды айтсам, осы кезде жауап бере алмай қатты ұялдым. Сосын оны сол кезде айтып берем деп жалтара салдым. Кейін мұның астарын іздеп, бір білсе осы кісі білер деген оймен әулеттегі үлкен апамнан сұрадым. Апам еш мүдірмей жауап бергенде іштей сүйсіндім. Айтуынша күйеу балаға төс екі қабырғалы елді төспен біріктіргендей сіңімді болсын дегенді білдіреді екен. Одан бөлек күйеу бала төс секілді майлы болсын, туған туысына жайлы болсын деген мағынаны ұқтыратын болып шықты. Қызымызға, қайын жұртына жайлы, ұрпағына төс секілді майлы, сөздері көңілге тимейтіндей жұмсақ болсын деп те арымдаған. Ал біз оның сырын түсінбестен тек қалта қалыңдатудың әдісі деп ойлап қатты қателесіппіз. Тіпті бір той алдында жеңгелеріміз күйеу баласына төсті тауысқанша жемесе болмайды деп майлы тағамды аямай асатқаны бар. Жас күйеу содан той үстінде жүрегі айнып әбден мазасы кетті. Салтты дұрыс сақтап, оның жоралғысын жөнімен атқармаудың кесірі осылайша дәстүрімізге деген жастардың жек көрінішін туғызып алмай ма? Майлы малдың төс етінің ерлер үшін емдік қасиеті де бар болып шықты. Бүкіл қабырғаның түйіскен жері майлы төс етінде қуық асты безіне қуат беретін нәрі бар. Осыны бұрынғы ата-бабаларымыз білгендіктен де қызын алғалы отырған күйеу бала қуатты болсын деген ізгі ниетпен төс тартқан. Демек бүгінде белең алған ерлер арасындағы белсіздіктің алдын алу үшін дана қазақ күйеуге төс жегізген екен. Түрлі стресстік жағдай, суық тиюде қойдың төс еті қабынудан сақтап, қалпына келтіретін дәрігерлер де мойындаған. Сондықтан төс тарту күйеу баладан жоралға дәметудің жолы емес, қызының бағының баянды болуына, шаңырағының шайқалмауына, бесігінің мәңгі тербелуіне, ана танып, әлде айтуына жол ашар болған. Қазақ ет асқанда күйеу балаға әрдайым малдың төсін берген. Басқа жілік емес, неге төс? Оның қандай қасиеті бар? Қазақта зәрем зәр түбіне кетті деген тұрақты тіркес бар. Мұндағы зәр түбі қуық асты безі. Оның қабынуы простатит ауруына алып келеді. Ал ол өмірге бала келе алмай жүрген жас отбасының басты проблемаларының бірі. Десе де ертеде ата-бабамыз бұл мәселенің де шешімін білген сияқты. Қазақтың неге күйеу балаға төс тартатынын түрлі әдебиеттен іздеп зерттеген журналист Нұрлыбек Саматұлы былай дейді. Қысқасы, еркектің еркектігі осы пәлекетке көп тәуелді. Еркек атаулының Құдекеңе осынсы үшін өкпелейтіндей де реті бар. Бірақ амал қанша, Құдекеңнің аты Құдекең ғой, оған өкпелеуге болмайды. Сол безді жаратқанына да шүкір дейсің, ал жаратпаса ше. Сондықтан Құдай берген байлықты пәленет түгенет демей, жүйрік баптағандай баптап, көздің қарашығындай сақтап, аялап ұстаған жөн. Осыны қазіргі көберке ескере бермейді. Күндердің бір қырсық күнінде өлген кесірткедей қимылсыз қалғанда қап деп санын бірақ соғады. Бірақ біздің ата-бабаларымыз қуық асты безінің қадірін ежелден ақ ескерген, бабын білген. Қауым болып еркектің осы жерінің сау болуын, жарақты жүйріктей шабыстан жаңылмауын тілеген. Сау болу үшін сан жыл тірнектеп тәжірибе жинақтаған. Сонысы және салт дәстүрімізге айналып кеткен. Кейін ол дәстүрінің мән мағынасын жадынан шығарып алған. Мәселен, қазақ күйеу балаға міндетті түрде төс тартады. Алайда басқа жілік емес, не себепті төс тартатынын қазіргі қазақ түсіндіре алмайды. Ертөсті ертегісін еске алайық. Ерназар деген байдың 8 ұлы жұт жылы қалың жылқысымен бірге ығып кетіп, сол күйі оралмай жоғалады. Күні кеше байлығы тасыған Ерназар әп-сәтте кедейленіп, тіпті ішер асқа зар болып қалады. Ашыққаны сондай, кемпір екеуі орнынан тұруға әлдері жетпейді. Сонда дымы құрып, шалқасынан жатқан шалдың көзі шаңырақтың күлдіреуішінде керулі тұрған кер биенің төстігіне түседі. Сол төстікті асып жеген шал әлденіп орнынан тұрады. Содан ұзамай кемпірі жүкті болып қалады. Мезгілі жеткенде ұл туып, оның атын төстік қояды. Осы сюжет қиялдан туғандай көрінгенімен, бұнда
үлкен мән жатыр. Шаңырақта керулі тұрған басқа жілік емес, дәл осы төстіктің болуы тегін емес. Майлы төсті жеп алған шалдың жас жігіттей желігуі бекерден бекер ме? Ол желікпесе кемпір ұзамай жүкті бола ма? Төстіктей алып ол туа ма? Демек, бүкіл қабырғаның түйіскен жері майлы төс етінде қуық асты безіне қуат беретін нәрлі заттектің болғаны. Осыны бұрынғы ата-бабаларымыз білген. Білгендіктен де қызын алғалы отырған күйеу баласының қуық асты безі қуатты болсын деген ізгі ниетпен төс тартқан. Ал ол қуатты болса, шаңырақ шайқалмайтынын, ашып айтылу әбес өкпереніштің аз тіпті болмайтынын түсінген. Ендеше жігіттер, төстік жеп тұрыңдар, өкінбейсіңдер.